Өзі шықты атаандашы Нұрсұлтан Малдыбаев. Екі достың сарымайдай көлкіген керемет айтышына назар салыңыздар. Құтмандос үйіңдегі жарынғандай, менен айды шуға тавынғандай. Ермек болып берелі бір самға елдағыңе көбісті сағынғандай. Алтай болды мен сені көрбөгөнү, Нұрсұлтан саға біраз тарынғандай. Отырайып жоп-жош болып кетіптірсің, мойныңда төлей албас қалың бардай. Айтышқада мұрдағыдай келбей қалдың, аял алып азапқа малынғандай. Анша-мынша чаштарың ағарыптыр, алатоғы жап қойғын қалың қардай. Жоғолып қайда жүрдің айланайын, жол қарап күттім сені жаным қалбай. Телефон қоңырақ жооп бербейсің, қиналдым звоногым қабылданбай. Жат болсоң сенің издеп не қылайын, жақын көріп алып мың қабырғамдай. Қуып жүріп жетпеген досым келіп, қуаныштан маңдайым жарылғандай. Жүрегім бір башқача болып жатат, жоғолған малым қайрат табылғандай. Жылдыз елен қырғысқа жанып тұрған, бүгінкісін ертеңкіге тарих қылған. Туп-тура бір жыл мұрын дөбөлүдөн Құтманды классташыма таныштырғам. Асмандан издегені жерден шығып, ашық болып бұланың алып тынған. Айылымаң ерчитіп барып жүру, аял деген орудан айықтырғам. Баяғы Құтмандосты таппай қалдық, барыбызға құшағын жайып тұрған. Жақындай теп арабыз мындандағы жақшой менен силерді табыштырғам. Көздөгөн мақсатыма жетпей қалып, көз салып тұрып қалдым алыс қырдан. Аялдың аты бары бір аял екен, сайраған бұлбұлды да балық қылған. Үйлентіп Құтманды классташыма үміт артып жүріппін қарышқырдан. Аял деген ажалдан жанман екен, жаныңдағы досыңды алып тынған. Аяқта жүргөніңдің үн қатпайсың, же қатарлашып бізменен бір баспайсың. Bir gün ош, bir gün нарым, bir gün талас, тойғы алап ат дезегін құрғатпайсың. Күтіп жатқан нар істеңер барбы десем, құлжыңдаванда дерең үн қатпайсың. Сенден кейін үйленгөндөр бала күтіп жатқанын білсең дағы шыр баспайсың. Айтыштардың тандосынан қатар құлап алтының мұрдағыдай ыр жаспайсың. Емне болды түшінбейм Құтмандосым, ертелі кечкен елең илақтайсың. Же күндіз күн айтышты жырғатпайсың, же түндегі тартышты қиратпайсың. Алем ағайын, сүректен беріп отыралы Құтман Садыбақасовқа. Үйленіп моқоп қалды бі, же құрчук келді бі, чоғы көрелі. Қарыншақ досым менен алынғандай, ой қой десем болбой өзі чалынғандай. Чекесінен сөзіңө жооп берейін, чер жазалың илгерги шайырлардай. Чүлік болды шакегің мұрынға деп, чүдегенде қайран дос жаңылғандай. Күндізгің айтыштарды білесің ғо, күчің кете тырдасаң жаның қалбай. Алеме түнкісін тартыштарды қиратпай деп, түшінбей қалдым досым аның қандай. Білбеймін аным барын қайдан білдің, біз менен бір дөшөкті жамын қандай.
жүрмем болгон үчүн түнкү айтышта күндүз жүрөм айтышка шайым калбай. Бүкүрөйүп бел ооруп келип калдым бүгүнкү айтышка да дайынданбай. Жоголгон малың кайра табылгандай, деп айттың чоң түйшүктөн арылгандай. Сен да менден алыстап кеткен элең, сени дагы бошотпос жарың бардай. Алып учуп концертиңе шашып келдим, аялым төркүнүнө камынгандай. Сахнадан жолуктуң Кудай жалгап, сайга куюм сай жактан табылгандай. Алтай болду мен сага чала элекмин, ал рас жаныңа да бара элекмин. Жаныма классташыңды байлап берип шүмшүк жаштыгымды жалгыз өзүң ала кеттиң. Башым аңылай куюп кетиптирсиң, баткагын сүргөн менен бага электиң. Ой майпаңдап бойдок кезде күлүп ойноп, майын соруп жүрдү элем таман еттин. Момпо суйдай сулууга тааныштырып, мойнума көп түйшүктү тага кеттиң. Мен дөңгөш жарып, суу ташып, отун жарып, дөбөлүнүн сынынан араң өттүм. Мурунуман суу агып аялалып, мурдагыдай башпай кең ала элекмин. Тойдон колуң бошобой калды дебе, мурдагыдай акча да таба элекмин. Бир чалып койбойсуң же келбейсиң деп, бири кылып салдың го кара беттин. Саатымдагы мүнөттөй өтүп жатат, мен сага эмес атама да чала элекмин. Баягыдай бапырап күнү түнү банянындаң эшигин кага элекмин. Колу бутум жиби жок байланыптыр, короодон алысыраак тая элекмин. Ой классташың бүгүн дагы барбайсың деген эле, бүжүрөп маңдайынан араң өптүм. Тиштен деле бүгүн кетсең келбегин деп, тиш щеткамдын 3 күнгө ала кеттим. Ушунчалык түйшүкөм алып койгон, убагым узун досум сага жетсин ай. Уалым сага жетсин деп тантыдың да, ой урдурбай жакшы сөздү калпы бырда. Алтай делең ушунча болуп турсуң, алтыным не болосуң 6 жылда. Щеткаңдың алып качсаң айтыш сайын таптакыр калбайт окшойт тамтыгыңда. Сен эмес атама да чалбадым дейт, агайын акын достун айтымында. Ушундай жүрүш менен кете берсең, тагынасың ашпозчунун фартугунда. Түйүлгөндө кабагы классташтын түр-түрүн түйөсүң сен мантынында. Үйүңө эле жууна турган болуп турсуң, үйлөнгөнүң жеткенде жарты жылга. Аябай коркконуңа караганда азуу тиши калган го алкымыңда. Катуу кетпең анчалык кагылайын, кайын журтуң олтурат жалпымында. Жыргаганын укпагам сен түгүлү, 20 кыскаң үйлөнгөн барпынында. Себебиң аялдардын баары бирдей, ат эле бөлөк болот алчынында. Сеникиндей башында түйшүгү бар, айыл өкмөт, губернатор, депутат малчынында. Өрүнгөнгөн арманыңдың айта бербей, көздүн жашына көрөк арчыгында. Бычакка сап болот деп ойлоп жүрсөм, сабы болоң албапсың камчынында. Кайгы муңуң ичиңе толгон экен, кайран классташ каныңды соргон экен. Жалгыз жоош классташтың алып бергем, жакшылыктың ичимен ойлоп эчен. Кичине шогурагын алып бергенден 3 күндө эле ордуңа коймок экен.
Ибаса өзгөндүк бир группалашым бар. Бардыгын кармап жүргөн колго экем. Эң эле тың шустрый ал группалаш. Кыз болсо да үйүнүн коргону экен. Ошол кыздың эгерде алып бергенде отундай карыныңды жоммок экен. 3 күн тиш өткаңдың алып качканды мындай койгун 3 жыл камап коймокко торгоо экем. Баняга жибербеген эч нерсе эмес, алдыгы бакырайган көзүңдүң оймок экен. Коммерсант кыз дордойдо соода кылат, сагаң ич кийим саттырып коймок экен. Женский. Ой, женский мужскойн ким билиптир? Иши кылып кийимдин чордон экен. Так что сен Кудайга шүгүр дей бер, классташым бак болуп конгон экен. Миндип нааразы болорумду билгенимде, группалаштың алып берсем болмок экен. Ай, Ой, мунун өзү айткандай пейли магаң аппак экен. Десем өлгөн мышык ичинде жаткан экен. Классташың аркылуу кылтак салып кыйтырлыгы боюнан ашкан экен. Жоп-жоош деп мактаган классташың жолборс экен, бир туруп арстан экен. Пай улам төшөп жаттың эле, пахтаңдын алды толгон капкан экен. Семейный болгондон соң түшүндүм мен, сен айткан жолдун баары баткак экен. Анам манты жасап мени багып жүрчү элең, анын баары жаныңа баткан экен. Оозун ачып сен айтканга көнө берген, ойлосом бул кутман делең акмак экен. Кыйналганын ойлобой өзгөлөрдүн кыстап берген жагынан бул чапчаң экен. Анан сен группалашыңды кеп кылдың коңаныңда, бир айтып бүткүс дастан экен. Догурунуп алып берип койгонуңда дордойго күндө табар тартмак экен. Анан ич кийимдиң айтабың эмне дейт? Унутпаган айтыш сайын ич кийимди бул устатын Акбаянды тарткан экен. Бирок кийим сатуу негизи жакшы элең иш. Соода кылсам ийгилигим артмак экен. Бирок үйдө деле классташың кийимин жуу дейт. Аны билсем мурда эле артка тартмак экен. Ич кийимин жууганча классташыңдын, ич кийимин группалашыңдын сатмак экен. Кантип тилек айтпай битиресин, бирок менден кандай сөз күтүнөсүң? Мына мага кылган нерсени сага кылсам анда дароо бетиме түкүрөсүң. Жанага айткан группалашыңды өзүң алсаң, жаның ачып мени ошондо түшүнөсүң. Таң атпай табар ташып дордой жака соода кылып жан досум күтүрөсүң. Sen сатуучулук жагынан кыйын элең, соодагер болуп досум күчүрөсүн. Мени саткан сыяктуу кийим сатсаң, дордойду 5 күндө эле бүтүрөсүң. Тамашалап бир азга жооп бердим. Ташыргытса жан досум чарбагыма. Азилдешип сырдашып ырдашкан ардактуу Нурсултан дос бардамына. Бирок 80% кайын журт олтурушат, мен айтканды көңүлгөң албагыла. Кандай күйөө болду деп кутманыңды, кайын журтум капа болуп калбагыла. О, мен дөгүрсүп жүрөм дале жетин албай, дөбөлүнүн алтын кызын алганыма.
Аға мен эч убакта чаң жугузбайм, ал менин эне болот балдарыма. Анан жарым саат сен менен айтышам деп жаман көрүнүп албайын жан жарыма. Кылгылык тыгылып коюп карап турат, кымбат туундаң ол турат залда мына. Эмиң ушу менен айтышты бүтүрөлү, уланчулар арт жакта барда мына. Концерттен соң Нур Султан үйгө кайрыл, классташың жооп берет калганын аңайы.